мен қамшы жасап отырмын ұлым. Саған үйретейін, қалай жасау керек екен. Қамшыны, мына қамшы. Осы қамшыны сабын 4 жұдырықтан тұрады. 4 жұдырықтан алып, өлшеп алып, жасайсың, осыны кесіп аласың. Бұл ағашы тобыл ағашынан жасалады, қайын ағашынан жасалады балам. Мына жағы неге қайыстан жасалады. Қойдың мойнында терісінен қайыстан жасалады неге қаттан мықты. Мынағы 8 өрімнен тұрады қамшыны. Көрдің бе? Ұстап көрші маған мына жерде. Қандай мықты. Көрдің бе? Күшті жақсы меген. Қамшы деген үйдің төрінде тұрады. Төріне қояды. Кәнеге балам, mesela мынаны көрдің бе? Мына алып, мына кесіп алып, осылай қайыстан жасалады. Көрдің бе? Осылай. Кел оңым, саған үйретейін. Қамшыды қалай өру керек екен. Сен мына жағынан ұстап алам. Не істеп отырсыз? Келе ғой қызым, төлет. Мен саған не істеп отқанымды қазір айтамын, көрсетемін. Қызым, мен мына жақта құрақ құрап отырмын. Негізі құрақтардың сан алуан түрлері өте көп. Айта кетсек, жұлдыз құрақ, шүй құрақ, қошқар мүйіз құрақ барлығы бар. Өте көп түрлері. Мен соның ішінде шүй құрақты жасап отырмын. Бұл құрақты қалай жасаймыз? Бізде қалдық маталар өте көп қалады, иә? Сол қалдық маталарды тастамай, содан құрақ жасаймыз. Бұл құрақ жасап болған соң, ол үлкен көрпеше болады. 4 көзді құраған соң үлкен көрпеше болады. Ал мына жерде міне жасалған шүй құрақтарым, жұлдыз құрақ бұл. Әдемі, иә? Ол осындай 4 көзді осылай құраған соң 4 көзді бірге жалғастырамыз. Сол кезде бізде қонақ келгенде төрге салатын үлкен көрпешеміз пайда болады. Солай тігеміз. Енді қызым, қазір бізде не бар ғой? Қазақта мақал бар. Сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас дейді. Сондықтан ертең өзің қазір менен үйренгенімді ертең сен өскенде өзіңде қарап істеуге болады бұны, иә? Кел енді мен көрсетейін. Сен маған көмектес, маған ұстап тұр. Қазір біз құрақ жасаймыз. Құдай ғой. Қандай бар? Қайна балалар, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер демекші. Осы көргендеріңді ұмытпаңдар.